Баршаңызға қайырлы күн қыздары. Бүгін сіздермен хит болған хрустящий баклажан салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 баклажан, 3 помидор, черри помидорын да қолдансаңыз болады, және де кинза керек. Обязательно кинза болу керек, укроп, петрушка болмайды. Баклажанымызды үлкен-үлкен қылып тураймыз, кубик қылып турадым мен. Үлкен емес, кіші емес, осындай формада болады. Туралған баклажандарымызды ыдысымызға саламыз. Үстінен 2 қасық тұз қосып, мұздай суымызды құйып, араластырып, тұзбен бірге үстін жауып, 10-15 минутқа қышқылы кеткенше қоя тұрамыз. Оған дейін помидорымызды, қызанағымызды турай береміз. Бұны да үлкендеу қылып турау керек. Баклажан сияқты турасаңыз да болады, мен осындай қылып турадым. Баклажанымыздың суын төгіп, үстіп сілкіп, суынан құрғататын боламыз. Ысырап болмау үшін осылай салафанға барлық баклажандарымыз салып аламыз. Және де бізге кукурузный крахмал керек, картофельный крахмал болмайды. Осы салафанымызға 6 қасық кукурузный крахмал қостым. Осылай араластырамыз, бәрі біркелкі араласады. Ыдысымызға көп мөлшерде май құямыз. Майдың қызғанын білу үшін сіріңкені тастаймыз. Сіріңке сарғайғанда баклажандарымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Араластырып тұруды ұмытып кетпейміз, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Аз-аздан сала отырып, барлық баклажандарымызды қуырып аламыз. Енді салатымызды жинаймыз. Ыдысымызға помидор, одан кейін баклажан, кинзаны салып, кішкене тұз қосып, зәйтүн майын қосып, қоспасаңыздар да болады. Зәйтүн майын қосып, араластырамыз. Бұл салатты осы дайындаған күйі, свежий күйінде жеу керек. Себебі біраздан кейін баклажан жұмсарып кетеді. Дайын болған салатымызды ыдысымызға саламыз. Үстінен кунжут сепсеңіздер болады. Осылай творожный сыр қойып шықсаңыздар да болады. На выбор, осылай жіберсеңіздер де болады. Астарыңыз дәмді болсын, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Енді дәмін көреміз. Өте дәмді, ауызда ериді.